Сен жоғалту керек, оны құрту керек. Мына иығыңды бүйтіп бассын. Тіктеп ұста. Статичный айт. Көзіңмен сөзіңді, жанарыңды, мына бет әлпетің ғана, мимикаң ғана жету керек. Көрермен. Қол механически болу керек олда. Бірақ мынауыңды таста. Осыны сен айнаға қарап, өзің тіктеп өзің не қыл. Хорошо? Әлде айнаға қарайсың, айна өз сенің бет-бетің өз көрсетіп тұрады. Бұның кейін мынау иық жаңағы сен әдет болып кеткен ба? Әрбір кешеде байқадым өлеңді поэзия оқып жатқанымда. Ол енді дұрыс ішкі эмоциямен кетіп жатыр ғой бәрі. Өзің механизм не қыл, соны не қыл, тікте. Айтуға тырыс. Мұқағали осылай айтты. Мен құсап айтқан болу керек. Сен өзіңді өзің ақтап ал. Хорошо? Мынау өлеңде бәрі тұр. Асықпай айт. Өз қысқа ғана ғой. Негізі көп өлең жаттау керек ғой, санына да байланысты ғой. Жаттап алуға тырыс. Қарама. Мен анау саған да айтарым. Үшін мүмкіндігі болса айнада қарап тұрып, ар жағын көріп, анау табиғатты көріп, нені көріп тұрғандай сондай нәрселерге әрқайсысын ағайды. Егер көрерменге не қылып батсаң, көрерменге жеткізуге тырыс. Ойланып, паузада ұста. Ане жерде бар екен жақсы. Пауза ұстайтын жер бар екен. Жібер музыканың бір-екі тақтысын жіберіп барып, қайта қосып. Хорошо? Асықпай ма? Өмір кімге қалай? Әрқайсының өмірі бар, тағдыры бар. Менің бірақ айтарым, менің өлеңімдегі сендіремін мен. Кімдігім болмасын сендірем. Мейлі, қаншама тағдыр, қилы-қилы тағдыр болса да, адам болған соң көнесің, көнесіңді төзесің. Вот осындай астары болу керек өлеңнің. Ол бекерден бекер жазған жоқ Мұқағали өмірді. Өмірді бәрі